Ассалаумағалейкум ағайын. Қазір коллекторлық агенттіктердің жұмыстарына байланысты халықтың арасында өте үлкен реніш бар, және бұл өте қиын нәубет болып тұр. Енді қараңыздар, коллекторлық компаниядан хабарластық деп айтады адамдар. Сөйтіп білгенін істеп қорқытады. Банк белгілі, қарыз кімдікі екені белгілі, бірақ қоңырау шалып звондаған адам белгісіз болып қалады. Ішкі істер бөліміне жазсақ та, ұлттық банкке немесе қаржы нарығы агенттігіне шағым жазылған күнде белгісіз болып қалады. Енді қараңыздар, мына нәрсеге біз назар аудармайды, олар аударта алмай келе жатырмыз. Біріншіден, банк коллекторлық агенттікке берді. Енді коллекторлық агенттік міндетті түрде сол коллекторлық агенттіктен ғана адам хабарласады, басқа еш жерден емес. Сондықтан сол коллекторлық агенттікті қара тізімге енгізу керек, қара тізімді оларға қарсы қолдану керек. Әрекетінде күдік пен күмән бар коллекторлық компания ретінде тізім енгізе беру керек. Сондай қоңырауларға байланысты анықталмай қалады дегеннің өзінде сондай ақпараттар жинақталған коллекторлық компаниялардың қызметін тоқтату керек, және ондай коллекторлық компаниялар мен банктердің арасында келісімшарт жасауға тыйым салыну керек. Міне сол кезде коллекторлық агенттіктер ойланатын болады. Телефоннан анықталмаса да оп-оңай банк қай коллекторлық агенттікпен келісімшартқа отырды, соны анықтауға болады. Ол белгілі, ол жасырылмайтын ақпарат, анық ақпарат. Онда сол коллекторлық компанияның әрекеті күдікті, күмәнді болып қалу керек. Мейлі анықталмасын, бірақ точно солардан хабарласады, басқа еш жерден емес. Сондықтан осындай күдікті қоңыраулар мен заңсыз әрекеттердің анықталмаған күнде де күдікті болып қалуы коллекторлық компанияның мәртебесіне көлеңке түсіре беру керек. Сол түсірілген әрбір күдіктің көлеңкесін тізімдеп отыру керек. Сосын банктермен, мұндай коллекторлық агенттікпен келісімшарт жасауға тыйым салу керек. Және уақыт өте келе 6 айдың ішінде қайтадан қайталанатын болса 10 рет делік, 5 рет делік осындай ситуация, онда ол коллекторлық агенттіктің қызметін тоқтату керек. Сол кезде біздің еліміз тынысын терең алып рахаттанатын болады.